Ақтөбеде мүгедек балаларға арналған қордың ақшасына басшылары қол салған. Емдеу үшін елден ақша жинап артынан ерекше балалардың ата-аналарын алдап кетіпті. Шетелге апарып емдетпек түгілі түрлі сылтау айтуымен жүрген. Алматыда 11 химиотерапиясын өттік, одан Москвада өттік. Содан былтыр 23 жылы қыркүйек айында Море Лайфқа хабарласып көмек сұрадық. Осылай баламызды шетелге апаруға деген. Біз 5 күнде 5 миллион жинап тапсырдық. Бұл ақшаны тек бізге жұмсағаны 230 мың теңге Астанаға барып бөлуге жұмсады. Қалған ақшаны 1 теңгесінде қайтарған жоқ. Баласын еміне дауа іздегендер енді құзырлы органдардан көмек сұрап жүр. Қайырымдылық қоры олардың ұл қызын ал шет мемлекеттердің медициналық орталықтарына апарамыз деп сендірген. Тек ата-аналардан видео үндеу жаздырып, балаларды суретке түсіріп алады. Ең қызығы, ақшаны мүгедек баланың отбасы өздері жинап, оны қолма-қол қорға 5 миллионға толғанда беріп отырады. Ақыры шетелдегі емде жоқ, ақша да жоқ, алдап кетеді. Қазір қайырымдылық қорға қатысты 6 ата-ана арыз жазған. Қор басшысы қамауға алынды. Келтірген шығын 30 миллион теңге. Құзырлы органдағылар зардап шеккендер одан да көп болуы мүмкін дейді. Қажетті тергеу әрекеттер жүргізілуде. Сонымен қатар кеше, яғни 16 сәуір күні осы қайырымдылық қордың жетекшісі қылмыстық процестік кодекстің 128 бабына сәйкес уақытша ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оған қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану мәселесі шешілуде.